Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын вупипай тортын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Тортымызды дайындауды бастаймыз. Ең алдымен коржын дайындап аламыз. Ол үшін бізге 120 грамм сары май, 100 грамм шоколад қажет болады. Сары май мен шоколадты микроволновкада не болмаса су ваннасында осылай ерітіп, біркелкі болғанша араластырып шетке алып қоямыз. Бөлек таза, құрғақ, майсыз ыдысымызға 6 дана жұмыртқамызды саламыз. 200 грамм қантымызды қосып, миксердің көмегімен өзінен 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап араластыратын боламыз. Өзінен 2-3 есе ұлғаюы және де қанты толықтай еруі қажет. Үстінен ерітіп суытылған шоколадымызды қосамыз. Оны да миксердің көмегімен біркелкі болғанша араластырып аламыз. 230 грамм ұнымызды електен өткіземіз. 30 грамм какаомызды да електің көмегімен өткізіп, массамызға қосамыз. Міндетті түрде електен өткізулеріңіз қажет. Өйткені какаомыз біздің коржымыздың арасында іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Бір ас қасығында ас содасын саламыз, және де қалауларыңыз бойынша разрыхитель қоссаңыздар да болады. Миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып біркелкі қамыр жасаймыз. Шеттерін силиконды күрекшемен араластырып біріктіріп алсаңыздар болады. Және де 4 пергамент қағазына осылай теңдей етіп бөліп аламыз. Жиырма 25 размерлі формамен осылай барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығамыз. Форманың көмегімен жаққанның ыңғайлы жағы пергамент қағазына қаламмен сызып отырмаймыз. 180 градустық пеште 20-25 минут көлемде пісіріп аламыз. Крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 700 грамм творожный сыр қажет болады. Үстінен 220 грамм қант ұнтағын қосып, миксердің төменгі жылдамдығында біркелкі болғанша араластырып аламыз. Күрекшемен араластырсаңыздар да болады. Ең бастысы біркелкі болуы қажет. Және де 33%-дан жоғарғы сливкиімізді қосып, тағыда миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, жоғарғы жылдамдығына қарай көтеріп отырып, кремімізді дайындап аламыз. Креміміз біздің плотный болуы қажет. Арасында ауасы қалып кетпес үшін силиконды күрекшемен бір араластырып жіберуіміз қажет. Және де теңдетіп 3 бөлікке бөлеміз. Вупипай насадканы одноразовый мешокқа салып, бөліп алған кремдерімізді осылай салып шығамыз. Бір ғана коржымызды 23 сантиметрлік формамен осылай кесіп аламыз. Және де жинайтын ыдысымызға кремімізді жағып, корждарымызды қойып, тортымызды жинап бастаймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, кремді жағып шығамыз. Қалған корждарымызды да осылай қойып, барлығын жинап шығамыз.
Ең беткі бөлігіне кесілген коржымызды қойып, тоңазытқышқа кемінде 5-6 сағатқа қалдырамыз. Ганаш дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм шоколад және де 60 грамм сливки қажет болады. Екеуін микроволновкада ерітіп аламыз және де біркелкі болғанша араластырып температурасын кішкене түсіреміз. Тоңазытқышта тұрып суыған тортымыздың үстінен құямыз және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қасықпен не болмаса шпательдің көмегімен жағып шықсаңыздар болады. Мен осылай қасықтың көмегімен узор беріп шықтым. Және де малинаның көмегімен безендірдім. Безендіру өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша. Бұл торттың салмағы бізде 2 келіден асады. Мінекей тортымызды осылай безендіріп алдым. Кез келген дастарханның сәні болады деген ойдамын. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Және де каналға жазылып, осы видеоны құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.